Кейде біз өмір сүріп жатқан әлем жалғыз емес сияқты. Басқа шындық, басқа кеңістік барын дәлелдейтін таң қаларлық оқиғалар кездеседі. Бүгін мен сіздерге 20 ғасырдың ең жұмбақ хикаяларының бірін айтатын боламын. Бұл Токиодағы әуежайға келген, бірақ ешқашан болмаған елден шыққан Тәурет азаматы туралы оқиға. 1954 жылдың жазында Токиодағы Ханеда әуежайына Европадан бір ұшақ қонады. Жолаушылардың бәрі паспорт тексеруден өтіп жатыр. Бірақ бір ер адамның құжаттарын қараған әуежай қызметкерлері аң-таң қалады. Паспортта көрсетілген елдің аты Тәурет. Қызметкерлер картаны алып келіп, қай жерден келгенін сұрайды. Ол Испания мен Францияның арасын саусағымен көрсетіп, «Міне, менің елім осында. Ол 1000 жылдан бері бар. Қалайша сіздер білмейсіздер» дейді. Алайда ол жерде тек кішкентай мемлекет Андорра ғана бар еді. Тәурет деген ел тарихта да, карталарда да болмаған. Бәрінен қызығы, оның құжаттары жасанды емес еді. Паспорты өте сапалы жасалған. Онда жапондық виза мөрлері, тіпті бірнеше рет Европа елдеріне кіріп шыққаны туралы белгілер бар. Қалтасынан шыққан ақшалары да ерекше болды. Ол біздің валюталарға ұқсамайтын, бірақ өте шынайы қағаз ақшалар еді. Қызметкерлер күдіктеніп, одан компания атауын, қайда жұмыс істейтінін сұрайды. Ол белгілі бір фирманың атын атайды. Бірақ Жапониядағы тіркелген компаниялар тізімінде ондай ұйым жоқ болып шығады. Тағы да жұмбақ. Не істерін білмеген әуежай қызметкерлері оны Токио орталығындағы қонақ үйге орналастырады. Қауіпсіздік үшін есіктің алдына күзет қойылады. Таңертең тексеруге келгенде бөлме бос болып шығады. Терезе жабық, есік құлыптаулы, күзетшілер түн бойы орнынан қозғалмаған. Әлгі жұмбақ жолаушы 5-ші қабаттағы бөлмеден ғайып болған. Бұл оқиғаға түрлі түсініктеме айтылды. Кейбіреулер бұл жай ғана жалған аңыз дейді. Басқалары ол мүмкін параллель әлемнен бізге кездейсоқ өтіп кеткен саяхатшы деп сенеді. Физиктердің айтуынша, егер параллель әлемдер бар болса, кейде уақыт пен кеңістіктегі ақаулардың салдарынан адамдар қателесіп басқа әлемге өтіп кетуі мүмкін. Ал мистикалық бағыттағы зерттеушілер, бұл адам бізге басқа шындықтан келген, бірақ өз әлеміне қайтып кетті дейді. Тәурет азаматының кім болғаны, қайдан келгені, қайда кеткені әлі күнге дейін құпия. Ол шынайы өмірде болған ба, әлде бұл адамзат ойлап тапқан аңыз ба? Ол жағы беймәлім. Бірақ бір нәрсе анық. Біз өмір сүріп жатқан әлем жалғыз емес шығар. Ал сіз не ойлайсыз? Бұл оқиға расымен параллель әлемнің дәлелі ме? Әлде адамдардың қиялы ғана ма?